Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте оңай рецептпен дайындалатын соусы да ерекше пиццаны бірге жасаймыз. Ол үшін бізге ең алдымен онды електен өткізіп алып, үстіне ашытқы, қант және де оливка майын құйып аламыз. Бөлек бір стаканға жылы суды құйып, оның үстіне тұзды салып араластырамыз. Ұнға стакандағы тұзды суды құйып, араластырып, қамыр илейміз. Қамыр дайын болғаннан кейін бетін жауып, жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Дайын болған қамырды 3 бөлікке бөліп, үстіне сұйық майды құйып, тағы да 10 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Бұл қамырдан бізде 3 бөлек пицца шығады. Қамыр дайын болғанға дейін пиццаның соусын жасаймыз. Ол үшін бізге қызанақты осылай бетін 4 бөлікке кесіп алып, бір ыдысқа салып, бетіне қайнап тұрған ыстық суды құйып, 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минут ыстық суда тұрғаннан кейін қызанақтың қабығы оңай алынады. Қызанақты бөліктерге бөліп, блендердің көмегімен езіп аламыз. Табаға май құйып қыздырып аламыз. Чеснокты теркадан өткізіп, қызып тұрған майға салып, қызарғанша қуырып аламыз. Қызарған чеснокқа орегано, паприка, тұзды салып, біраз қуырып аламыз. Барлығы қуырылғаннан кейін блендермен өткізілген қызанақты алып, соустың үстіне құямыз. Баяу отта соус қоюланғанға дейін қыздырамыз. Бұл итальяндық соуспен жасалған пиццаларыңыз міндетті түрде дәмді болады. Бізде консистенциясы осындай соус шығуы керек. Соус суығанға дейін біз қамырды дайындаймыз. Ең алдымен пергамент қағазын төсеп, үстіне бір бөлік қамырды алып, оқтаумен жайып аламыз. Үстіне суыған соусты құямыз. Мендегі бұл сырдан жасалған пицца болғандықтан, мен моцарелла және сулугуни сырларын қолдандым. Негізінде нағыз пиццаны моцарелладан жасайды. Дайын болған пиццаны духовкаңыздың қызу мөлшеріне байланысты 180 немесе 200 градуста 8 минутқа пісіріп аламыз. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болады.